Бұл бұлақты тігу үшін 16-да 16 табанын дайындап аламыз. Мына 4-те 4 бұрышына, бір бұрышына тігіп аламыз. Қисық тігілсе, бұл бұрыш сіздің құрағыңыз қисық шығады. Сондықтан міндетті түрде түзу дұрыстап тігіп аламыз. Енді біз мына бөлігіне қызыл матаны тігеміз. Шиіміз 3 см ені. Осылай бір тігіспен тігіп аламыз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Келесі ақ мата. Екінші матамыз ақ мата. Қызыл матамызды жатқыза отырып, ақ матамызды тігіп аламыз. Түгі өздеріңізге қарап тұрады. Жақсы ма? Алдыңғы сабақтағыдай, алдыңғы сабақта түсіндіріп айтқаным, түгі жан-жаққа қарамау керек. Каждый раз тіккен кезде түгін қадағалап отырасыздар, өздеріңізге қарап тұру керек. Осылай қайталай береміз аяғына дейін. Екі жүрек бередей соғу керек. Көзіңізді жатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Жанарыңа толған шыра, сені шүкір берген Құдай. Сезіміміз тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай, көрейік әрі қарай. Қалығыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркелетсең бұлай. Сен боласың менің серім ай, мен боламын сенің теңің ай, әнімді арнай, жүрейін қалмай. Бәрі лайық бізге бағымыздан, арылайық жалғыз шағымыздан. Сағынайық ойлап таңымыздан, табылайық әркез жанымыздан. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, Енді шектерін тігіп аламыз. болайық бірге. Артық маталарды кесіп алып тастаймыз. Мінекей, біздің құрағымыз дайын.